Осы видеоны достар барлық мал қой ешкі сақтайтын таң-саңызға жіберіп қойын достар. Қарамалларда беке құрт бар, қарамалларын бидлеп кетті деп, яғни көпшілік адамдар жазады, бұған қандай дәрі қолдансам болады деп. Көбінше яғни беке құрт туралы сұрайды. Беке құртқа қандай дәрі қолдансам болады деп. Беке құртқа достар ивермектин деген дәрі қолданасыз. Ивермектин 1%, ивермектин 2%, я болмаса ивермектин плюс еселен деген түрлері бар достар. Енді бұлардың хаммесін яғни инструкциясы бойынша қолданасыз. Мысалы үшін ивермектин 1% дәрісін 50 кг тір салмаққа 1 мл мықтарда тері астына инъекция қылынады. Ал ивермектин еселенді болатын болса, мускул арасына инъекция қылынады достар. Енді бұл ивермектинді яғни салған кезінде ілажы барынша яғни қасына қосымша етіп витаминдерден салғаныңыз ешқандай зияны жоқ достар. Бұл беке құрт болсын, я болмаса қарамаларыңыз битлеп кетеді, сыртқы паразиті бар болса, қарамаларыңыз дерлік семірмейді, яғни қарамаларыңызда өзгеріс болмайды достар. Соның үшін ілажы барынша, яғни сол қарамалардың сыртқы паразиттері бар ма жоқ па, сол жағына әтібарында болуыңызды сұрап қаламын достар. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, мал қой ешкі сақтайтын таң-саңызға жіберіп қойын достар. Сіздермен біргелікте ветдоктор Бегалиев Тазабай болды.